Арқа арналған жаттығулардың көп таралының бірі блоктан жоғарыдан төмен қарай тарту. Ең алдымен қолды көтерген кезде иықтың тұсынан сәл 20 см ара қашықта ұстаймыз екі қолды. Бас бармақты сыртқа қарай ұстаймыз, ашық барқта. Ұстаған кезде былай емес, сыртқа ұстаймыз. Сырдық, одан кейін бұл жаттығуда бицепсте жұмыс істейді, иықта жұмыс істейді. Бізге керегі арқа. Арқаны жасау үшін бірінші тартқан кезде артқа қарай иықпен тартамыз, сосын барып төмен қарай дальше тартамыз. Иықпен тарттық, онымен жібердік. Көрсетейін сіздерге. Ұстадық, аяқты қойдық. Аяқты қойған кезде ровно 90 градусқа қоямыз, станокқа жақындаймыз. Өкшені көтермейміз. Башпайды сыртқа жібереміз, тіке 90 градусқа ұстаймыз. Станокқа төмен түсіреміз. Одан кейін жаңа айтқанымды 20 см квартта ұстаймыз. И тартқан кезде бірінші иықпен, сосын бицепстің жанына жібереміз. Жауырын қосылу керек. Иықпен тарттық, сәл шалқайдық, бицепспен дальше жібердік. И оп, оп, оп. Станокты до конца еркіне жібермейміз. Мынау төменгі нүкте. Мынау жіберіп қойған нүкте, бос тұр. Төменгі нүкте иектің астыңғы жағы. Тарттық, иектің астыңғы жағы жібердік. Дыхание тартқан кезде демаламыз, пауза, жіберген кезде шығарамыз. Плавно көтереміз, плавно тартамыз. Кеттік. 1, 2, 3. Пауза. 1, 2, 3. И 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Бұл блокты жоғарыдан төмен қарай тарту деп аталады, родной. Келесі жаттығу диагональ тарту, обратный хватта, яғни ішке қарай тартамыз. Бұл жерде қолды ашық хватта бас бармақты сыртқа жібереміз. И бұл жерде бицепс тоже жұмыс істейді. Отырмастан бұрын станокты жерге қойып аламыз, аяқты тіке 90 градуста қоямыз. Қол иықтың тұсында. Тақалдық, аяқты қойдық, сәл шалқайдық. Мынау бос жібердік, мынау жоғарғы точка. Төменгі точка, арқаны кереміз, қысамыз, жібереміз. До конца жібермейміз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Демалғанда тартқан кезде ауаны тартамыз, жіберген кезде ауаны жібереміз. И осылай. Сонымен бұл обратный хватта диагональ тарту деп аталады.